Ассалаумағалейкум. Мен негізі тәуекел мүслим сияқты келбетті болмасам да, жаным өте сұлу да. Мен бірденен көзге түспейтін шығармын, бірақ жанымның сұлулығын көріп қойған қыздар енді кене құсап жабысып айырылмай қалатын бар. Не деп кеттім мен? Негізі сынықтан басқаның бәрі жұғады екен ғой. Достарымның көбісінің қолтығында кәлеші бар да, содан жұққан ау деймін. Негізі айтайын дегенім ол емес, жаңағы кене болып жабысып қалатын қыздарға бір әдемі жауап ретінде айтқым келіп жүрген ғой бір. Сөйтіп, енді оларға енді кет әрі деп айта салу мен үшін енді қиын да, айту енді дөрекілік қой. Соларға бір өлеңмен жақсылап бір жаңағы ар ойнаңдар деп айтқым келіп жүрген. Сөйтсем, бір Замандас Ершат деген ақын бар, бір замандасым. Сол бір керемет өлең шығарыпты, осы менің ойымды әдемілеп жеткізіпті. Сол айтып берейін. Қыз қырқынға қылмаңдап, қырындамай, қабырламай жүрсем де, жыбырламай, қардың қызыл түлкісі секілденіп, түсесіңдер көзіме сұлулар-ай. Сылаңға көзіме түсесіңдер, көздеріңмен жейсіңдер, ішесіңдер, тоқаштар-ау, әлі де шикісіңдер, ертең шоққа түскенде пісесіңдер. Шоққа түсіп піссеңдер, киесіңдер. Асықпаңдар, сүйгізіп сүйесіңдер. Абайлаңдар, байқаңдар, тоқаштар-ау, отқа түсіп кетсеңдер, күйесіңдер. Кім алады тоқашты отқа күйген? Домалама, тоқташы, тоқтап үйрен. Обалына ешкім қалмау үшін өзімді өзім тұсаулап ноқта киген. Абайлаңдар, тоқаштар, абайлаңдар. Ойнап жүріп от басқан талайлар бар. Мен отпын ғой, лаулаған, жалындаған, өртеніп кетесіңдер. Әр ойнаңдар.